Саламатсыз ба? Кеш жарық. Кішкене бір әңгіме айтайын деп едім. Менің Facebook парағымда көріп жүрген болсаңыз, мынада бір сұрақ туындады ма сізде? Парағымның аты Бақытжан ағайдың мектебі деп аталады. Неге мектебі деген сұрақ туындады ма? Мен осы сұраққа жауап бергім келіп тұр. Мұғалім деген тұлға, ол таза шығармашылық тұлға болу керек. Мен жас кезімнен алғашқы мұғалімдікті бастағаннан бастап, өзіме осындай мақсат қойдым. Өзімнің жалпы жұмысымды шығармашылық бағытқа қоюға тырыстым үшін. Барынша осы кезге дейін сол ұстанымымды сақтап келе жатырмын деп ойлаймын. Ал енді Facebook парағымды мектеп деп атаған кезде, мен осы парақта өзімнің көп жылғы мұғалімдік шығармашылығымды жан-жақты толығырақ көрсетіп, осы парақта қалдырғым келді. Әлі де соған тырысамын. Ал енді менің шығармашылығым, әлгінде айтқандай, жас кезімнен басталған, одан бері қарай көптеген тірлік істелді деп ойлаймын. Көптеген ізденістер болды. Сол шығармашылықта толық көру үшін парағымнан басқа да дерек көздері бар, соны қазір осы видеода көрсетіп өтейін деп тұрмын. Соның біреуі, мынау интернеттен тауып алсаңыз болады. YouVision.kz деген сайт бар. Ол жерде мыңдаған адамдар өзінің блогын ашып, сол блогта өзінің ойынын, өзінің ізденістерінің шығармашылығы бар, немесе дүниеге көзқарасын, нені қалайды, соны өз блогында жариялап көпшілікке шығаруына болады. Шығарып та жатыр. Ол жерде не бір қызық адамдар бар, жасы бар, жасамысы бар. Өте пайдалы сайт деп есептеймін. Осы сайттан мен де өз блогымды ашып, кезінде біраз әдеби шығармашылығымды көрсеттім, немесе қоғамдық мәселелерге деген өзінің көзқарастарымды көрсеткен. Міне осы бір сайтқа әлі кірмеген болсаңыз, бір кіріп байқаңыз, менің ертеректегі шығармашылықтарыммен, жұмыстарыммен танысып көріңіз. Қазір кішкене шолу жасап өтейін. Осы сайтқа қазір өтемін. Міне суретімді көріп тұрған болсаңыз, бұл менің жеке блогым. 48 жазба жазыппын. Кейін бұл блогқа қарамай қойдым да, YouTube'қа өтіп кеттім, одан Facebook'қа өтіп кеттім. Немесе жеке сайт аштым да, сол жеке сайттан жүргізуге өтіп кеттім. Бұл жеке сайтымда осы биыл ғана жауып тастадым. Тек бар күшімді қазір Facebook парағыма арнап жатырмын. Міне ең соңғы мақалам 2017 жылы 20 қаңтарда жазылды. Тақырыбын көріп тұрсыз. Міне жүгіріп өтеймін. Ұлты туралы жазылған мақалалар бар. Оны көптеген адамдар көріп өткен, қаншасы оқыды, қаншасы көріп өтті, оны білмеймін. Бірақ енді өте көп қаралған мақалаларында бар ішінде. Соның ішінде мені бір қызығы, менің өзіме қызық көрінгені, интернет бүкіл адамзаттық ақпарат қоры деген мақала жазған 2012 жылы. Қазірге дейін 11.250 рет қаралған екен. Немесе e-learning деген электрондық оқу басталған.
Ол туралы да басында жақсы пікірде болдым. Кейін оның мәселесі өте қиындап кетті, сен жауап тастады әйтеуір. Өте сондай бір кезеңдер болды. Мынау енді ұбт тапсыру жөнінде өзімнің пікірлерімді, оның жақсы жақтарын, жаман жақтарын әйтеуір көңілге тура келетіні бар, тура келмейтіні талдап жазылған мақалаларым бар. Мынау электрондық оқу туралы мектептегі оқу тәрбие мәселесі бойынша негізгі мақалаларым қарап шығуға тұрады деп ойлаймын. Міне электрондық оқыту деген не деген көлемде мақала жариялағам, ол да міне 12 мыңға дейін қаралған екен. Сол сияқты басқа да әдеби шығармаларым да бар бұның ішінде. Арасында ара кетіп орысша жазғандарым да бар. Парақорлық туралы жазылған елдің тағдырын қазір білесіздер. Сол парақорлықты жеңуге үлкен күш салынып жатса да өте жеңу қиын болып жатыр. Соншалықты елдің сүйегіне өтіп кеткен сол мәселелер толғандырып кезінде 2012 жылы жазған екенмін. Оқып көрсеңіз болады деп ойлаймын. ұбт-ның тәрбиесі немесе информатиканы қалай оқыту керек, сол сияқты міне кеше ғана парағында жариялаған өзімнің әдеби шығармам туралы соның бастамасын жазған, міне 20 ғасыр туралы толғаныс деп. Ол да осы жерде жарияланды, басшаға шейін. Ал енді ол толық күйінде проза KZ деген сайтта жарияланған еді. Ол сайт жабылып қапты. Содан мен парақшама кешегідей сілтемені шығарып қойдым. Ал енді міне тәрбие толғауы деген мектептегі тәрбие бойынша жиған терген тәжірибемді барынша жеткізуге тырысып, көлемді сондай мақала жазған. Бұл көптеген мақалаларым осындағы арнайы республикалық журналдарға да, педагогикалық журналдарға басылды, газеттерге шықты. Сонымен қатар түпнұсқасы осы UVL сайтында орналасты. Әрбір жас мұғалімдерге әсіресе мен ойлаймын осы пікірлерінде, мақалаларында оқыған пайдалы деп ойлаймын енді. Өйткені бұл тәжірибе. Міне орта білім беру жүйесі туралы кейбір жеке ойлар деген мақала алғашқыда республикалық талапкер газетінде жарияланған, басқа да кішігірім газеттерде, журналда жарияланды. Мына сайттың өзінде міне 12,5 мыңдай қаралым жасалыпты. Мен ойлаймын, сіздердің де араларыңызда бұл мақалаларында бұрыннан оқыған әріптестер бар болса керек деп ойлаймын. Бала оқыту оңай ма деген, тағы да ұбт туралы. Міне өте көлемді шығармашылығымның бір бөлігі осы сайтта. Қараңыз, ұсынамын сізге. Екінші бір менің шығармашылығымның көзі жинақталған. Ол YouTube каналым. Міне мынау YouTube каналым сабақтар деп аталады. Немесе Бақытжан Күшібарұлы іздесеңіздер YouTube'тан бірден шыға келеді. Бұл жерде де міне бөлімдерге бөліктеп реттеп қойған математикадан видеолар, видео сабақтар десе де болады, немесе сұхбаттар бар арасында. Физикадан міне видео сабақтар, информатикадан енді көп емес ол жерде. Негізінен информатиканың мақалалары немесе материалдары Facebook парақта жарияланып жатыр енді. Оны көріп жүрген болсаңыз керек. Ал енді мына жерде сол бейнелердің, видео сабақтардың кішкене эскиздері көрініп тұр. Міне меніңше физика, математика мұғалімдерінің ішінде көріп жүргендерде бар болу керек. Маған хабарлап айтқандары бар. Көрмеген болсаңыздар қонаққа кіріңіздер, қараңыздар. Қазір бірақ YouTube каналға тағы да видео шығармай қойдым. Оның бәрі оңай тірлік емес, әрине. Видеоны дайындау керек, қаншама өңдеу керек, материал жинау керек дегендей. Видеоның өзін жазудың өзі оңай нәрсе емес. Сондықтан мен бар күшімді тек Facebook парағына салып жатырмын қазірге. Ең бірінші Facebook параққа қонаққа жиірек кіріп қарап тұрыңыз. Сонымен бірге мынау
бұрынғы шығармашылықтарымен де таныс бола жүріңіз. Міне сондай бүгін сізге ұсыныс. Ал енді рахмет тыңдағаныңызға. Осымен аяқтайын.